Еліміздің оңтүстік өңірі талай сырды топырағына жасырған киелі аймақ. Соның бірі Түркістан облысына қарасты Кентай ауданының Ашсай ауылдық округі. Қарт Қаратаудың етегінде орналасқан ауылдың табиғатына тамсанбайтын жан жоқ шығар сірә. Жүйткіген көлікпен біздің шығармашылық топ осы ауылдың тыныс тіршілігімен танысуға жолға шыққан еді. Қаратаудың күнгейі мен теріскейін жалғаған жол екі өңірдің алтын көпірі іспеттес. Шар басы көкке түрілген Заңғар таудай болмаса да, Қаратаудың да құпиялары мен қазынасының арқасында Заңғар таулардан асып түспесе, кем түспесі анық. Тау арасын ерелеңдей жүріп көздеген ауылымызға да келіп жеттік. Ажарын жоғалтпаған Ашсай. Көпшілік бұл ауылды теріскейге бара жатып, шағын ғана ауыл екен деп ойлайтын ақиқат. Анығында нағыз тыныш тіршілігі қайнаған ауылдың таудың ішкі беткейінде екенін біріміз білсек, бірімізге таңсық болары анық. Біз де сол таңғажайыптың куәгері болуға шақ қалдық. Ауылдың орталығына бас сұққанда екі ғасырдың куәгері, кеңестік жүйенің ізі, екі тарихтың ұштасқан мекені, жасыл желек, саф ауа, еңбекқор халық. Қазақтың қаймағы бұзылмаған нағыз ауыл осы дерсің. Қазіргідей уақытпен жарысқан заманда қаладан емес, ауылдан жұбаныш іздейтіндер бар. Сырт көрінісіне қарай ауылдың бір кездері үлкен өндіріс мекені болғанын аңғаруға болатындай. Ауылда қанша тұрғын бар? Қазіргі шаруашылығы қандай? Тарихта несімен әйгілі? Әкімшілік іскерлік нысандары бар ма? Осы және өзге де сауалдарға жауап іздеп алғаш аяқ басқан шаңырағымыз ауыл әкімдігі болды. Ашсай ауылының тарихы терең. Кентаудың қара шаңырағы деуге болады. 1927 жылы кеншілер ауылы құрылған. Бұл ауылда кеншілер жұмыс атқарған. Баяғы осы соғыс уақытысында 10 оқтың 9-ы осы Ашсайда жиналған. Содан жасалған қорғасынан. Жалпы ауылда қазіргі таңда 2176 халық тұрады, 330-ы оқушылар, 2 мектеп жұмыс атқарады, амбулатория дәрігерлік, және ауа райы болжау орталығы, электр мен қамтамасыз ету бөлімі, сонымен қатар бір мешітіміз бар, кітапханамыз және ауыл клубы жұмыс атқарады. Ауылдың тыныс тіршілігі жалпы бұрын шахтада жұмыс жасаған, өндірісте жұмыс атқарған. Қазір таңда малға, мал шаруашылығына, туризм саласына, ішкі туризмге және де осы шағын кәсіпкерлікпен айналысуға ден қоюда. Енді қазіргі таңда біз енді Ашсай ауылына инвесторлар тартуға жұмыс атқарудамыз. Түсті металлургия саласына қайта өңдеуге, қалдықтарды қайта өңдеуге жұмыс атқарудамыз. Ашсай ауылы Қаратаудың етегінде орналасқандықтан ауылға ішкі туризмді дамытуға өте қолайлы. Демалыс аймақтарын салуға, туризмді дамытуға, Түркістан облысы құрылып, Түркістан облысының орталық Түркістан қаласы болғандықтан, Түркістанға 80 шақырым жалпы туризмге дамытуға, атпен серуендеуге, квадроциклмен, зиплейнмен ұшуға, сонымен қатар қазақ киіз үйлерге демалуға, ішкі туризмді дамытуға өте қолайлы жер деп есептеймін, және оған бизнес жоспарлар дайындағанбыз. Сол бизнес жоспарларын іске асыруға жұмыс атқарудамыз. Ашсай ауылы бір кездері ірі өндіріс аймағы болған. Тек ауыл тұрғындары ғана емес, сондай-ақ түрлі ұлт өкілдері, соның ішінде орыс, поляк, тіпті немістер де сол дәуірдің мақтанышына айналған зауыттарда жұмыс істеген. Қазағымның көңілі дархан ғой шіркін. Ешкімді де жатсынбай, жатырқамай, талайға қонақ жайлығын көрсете білген. Қазақ осы әні де содан шықса керек. Тарих қойнауына көз жүгіртсең, түрлі сырға қанығасың. Көне дәуірі былай тұрсын, өткен ғасырда біз үшін үлкен тарих. Шежіреден сыр шертер, қартың барда ата жолымен туған жердің тарихын білдім деуге болады. Көнегөз қарттар қазір тек қана ауылдық жерде. Заманына қарай адамы деушімейді атам қазақ. Қазір дамыған мемлекет қатарына кіреміз деп бүкіл ел болып дамуға кірістік. Жастар арман қуып ірі мегаполиске, үлкен қалаларға кетіп жатыр. Бұл да ауыл қазынасының көңіліне кірбің салады емес пе?
27 жылдан бастаған екен, темір жол келген екен, содан үйлер сол құрылыс басталған. Бұрын біреудің бәрі орман, ну, тоғай болған екен. Адам чеке жарым жүруге қорқатын. Аңдың, жабайаңның бәрі болған көрінеді. Сол енді өндіріс басталды, шақты қорғасында алу басталған, ағылшындар алған екен алғаш кезде. Кейіннен советтер не алған кезде құрылыс басталды. Темір жол басталды 27-28 жылдардан бас. Түркістаннан бері қарай 75 шақырым. Узкокалейка дейді. Содан Сергеу деген жеріміз бар, осыдан бір 5 шақырым төменде. Сөрге ваз орнаған екен. Ащысайдың бүгіні мен кешесі жайлы сырлы сұхбат тыңдап, тыныса тіршілігімен таныстық. Қазыналы қарияның аңызға бергісіз әңгімесінен құлақ құрышын қандырдық. Уысына түсе бермейтін уақыт шіркін түске таяғанда ауылдың байыры тұрғыны Гүлзәкен апамыз бен Әліхан ағамыздың шаңырағынан дәм тату бұйырды. Астан үлкен емеспіз, аттамадық. Түстеніп бола бере, есік алдына нағыз ұлт жанды өзге ұлттың азаматына кезіктік. Ұлты басқа болса да, жүрегі қазақ тайып соғатын ауылдың кішкентай тұрғынына тәнті болдық. Емірлан, фамилияң кім? Хасоев. Хасоев? Әкең аты кім? Салих. Салих. Қандай мектепте оқисың? 8-ші Максим Горький. Абайдың өлеңдерін білесің ба? Білетін бар, бірақтан қайталап жүру керек. Әнұранды білесің ба? Иә. Айтып көрші бір тақпағын, бір куплетін. Алтын күн аспаны, алтын дән даласы, ерліктің дастаны, еліме қарашы. Ежелден ердеген даңқымыз шықты ғой, намысын бермеген қазағым мықты. Рахмет саған. Әлек дейтін боламыз, әлек дейтін. Болашақ жастардың қолында. Өскелең ұрпақтың тәрбиесіне еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзі басқарған 30 жылға жуық уақытта баса назар аударған еді. Өзінің рухани жаңғыру бағдарламасында да бұл туралы атап өткен еді. Қазірде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев та бұл бастаманы әрі қарай жалғап толықтыруда. Балалар тәрбиесін отбасынан кейін негізінен балабақшада алады. Дүние танымы қалыптасады. Сондықтан да тұрғыны бар қала болсын, ауыл болсын, балабақша еліміз үшін аса маңызды. Жастайынан бойына патриоттық тәрбиемен қоса ұлттық құндылықтарды сіңіру керек. Ащысай ауылының кемшін тұсы осы екен. Алайда бұл мәселені дер кезінде қолға алып, оның шешу жолында қарастырып қойған екен. Мынау Ащысай ауылында бұрынғы ескі Қарлығаш балабақшасы, бұл тәуелсіз алған жылдары бұзылып, жаңағы жарамсыз күйге түскен. Қазіргі таңда осы ауылдың тумасы кәсіпкер ағамызбен келісіп, ескі балабақшаны сенімгерлік басқаруға 5 жылға беріп отырмыз. Бұл кісі бюджеттің қаражат бөлінбей өз қаржысына осы балабақшаны толық жөндеуден өткізіп іске қоспақшы. Енді және де біз басқа да кәсіпкерлерді, осы ауылдың тумаларын, осы басқа қалаларға, басқа жаққа кеткен кісілерді осы ауылға шақырамын. Еңбек қашанда адамзат баласын абыройлы етеді. Еңбектің наны тәтті екенін, ал жалқаудың жаны тәтті екенін бізге тарих бірнеше рет дәлелдеп қойған. Өйткені адал еңбек маңдай тер адамды тек материалдық тұрғыда ғана емес, сондай-ақ рухани тұрғыда да байытады. Жұмыс істеп кәсіп ашамын деген жанға екі қолға бір күрек табылады емес пе? Бастысы ниет болса болғаны. Тіпті мемлекет тарапынан шағын және орта бизнесті дамыту үшін әсіресе ауыл тұрғындарына арнап субсидияларды көптеп бөлуде. Кәсіпкерлерді қолдау үшін кепілсіз несие секілді түрлі бағдарлама қарастырып жатыр. Былтыр мен сыбақ алдым, сиыр алып, өгіз алып. Сиыр шаруашылығын көбейтіп жатырық. Оның арқасында мына шлаковлық келіп жатырмыз. Цех ашып. Алдағы уақытта нардан запрак башақ па деп жатырмыз мына жерден, Құда қаласа. Ауыл әкімдігіне рахмет, көмек беріп жатыр, жер жағынан, кредит жағынан. Мына жерден балық асырасақ па деп жатырмыз. Балық, ауыл балығын, е? Сосын осында запрактымыз Құда қаласа, дүкеніміз бәрін ашып, оны қолдасақ.
Отан отбасынан құралса, мемлекет шағын ауылдардан тұрады. Сол үшінде әрбір ауыл біз үшін қымбат. Мұнда тарихта, естелікте, салт дәстүрде, демалыста жаныңа керектің бәрі бар. Тек қала секілді мәдени орталықтан гөрі рухани қазыналы мекендеуге болады. Кентаудың қара шаңырағы іспетті бұл мекендің топырағында талай тарихи сыр жасырылған. Ел аузындағы аңыздардан бөлек ауыл тұрғындары білетін шежірелердің өзі не тұрады. Табиғаты ерекше, ауасы таза, Ащысайдың тарихын барынша ашуға тырыстық. Одан бөлек тек Ащысайдың ғана емес, ауыл төңірегіндегі жер су атауларына да мән бердік. Өйткені мұндай географиялық атаулар тектен тек қойыла бермейді. Табиғаттың тамашасын көруге мұнда көптеп демалушылар келіп жатады. Жазы салқын, таудың етегінде өзені, бәрі бұл аймақтың туризм орталығына айналуына бірден бір себеп. Ауылдың ақсақалы ұлды ұяға, қызды қияға қондырып отырған Бекболат ақсақалдың бізге өз естелігімен қоса іздеген сауалдарымыз жайлы айтқан сұхбатына ден қойсақ. Баяғыда осы Ащысайымызда 18 мың халық тұрған. 18 мың халық тұрып, осы Ащысайымызда 4 сменстегі шақтымыз. Шақтымыз мынау алдымызда тұрған, мынау өңірде шақты. Ал енді осы шақтыдан шыққан байлықтың барлығын қорғасыны бар, сеңкісі бар, готовый продукциясы бар, мысы бар. Барлығын сон темір жолда мен өзім тасығамын. Түркістанға, о кезде Түркістан тұғым. Түркістанға перевалышы базба, сояққа тасығамыз. Ащысай ауылын нағыз табиғат ордасы дерсіз. Ауыл маңына шықсаңыз, ұзағынан жалғасып жатқан биік тауларды көресіз. Сол мақсатта ауылдың маңынан ұзап шыға бердік. Таулы аймақтың қала баласына көрсетер қызығы көп боларына сенімдіміз. Расымен де көліктерімізді зулата отырып, сол тауларға жеткенше асықпыз. Ерлеңдеген жол бізді Ащысайдың көрікті мекендеріне бастай кетті. Басқа таулар өз алдына бір-біріне иық тіресе, қатар тұрған 3 тауды жергілікті халық «Три корабля» деп атайды екен. Қарасаң көз тоятын етегінде суы, басында ақ бұлты бар ғажап таулар. Таудың ғажабы міне осы Ащысайдың таулы аймақтарында екен. Ащысай елді мекенінен 20 минуттай көліктермен жол жүріп келгеннен кейін мына бір керемет Табақбұлақ деген мекенге келіп тоқтадық. Табақбұлақ мекенінен ерекше бір көрініс, менің артымдағы 3 таудың көрінісі. Орысша айтқанда «Три корабля» дейді екен. Енді біз қазақшалап, қазақтың түп атасы Ағарыс, Жанарыс, Бекарыстың атын қоюға болады, немесе Төбе 3 биіміз Төле би, Қазыбек би, Айтеке бидің атын қоюға болады, немесе Алаштың 3 арысының атын қойсақ, өте бір керемет қазақиланған атау болатын еді. Осындай табиғатты көрем десеңіз, Кентау қаласы арқылы Ащысайға келіңіз. Ащысайдың азаматтары сіздерді осындай таңғажайып дүниелерді көрсететін болады. Бізбен бірге болыңыздар. Расымен де қазақ атам таудың көркіне қарай атауын тауып қоя білген. Менен нағыз сіз мойындаған суретші кім десе, мен шімірікпестен ата бабаларым дер едім. Тіпті мақтанып тұрып, айтуға тұрарлықтай, қайсы бір тауға қарамасаң да, кескін келбетіне қарай қарағы көзбен бір шарпып өтіп тура бір баласына ат қойғандай туралап қоя салғаны. Сырнай мекені. Әрдайым самалы соғып, сырнайлап тұратын мекен. Бір сәт уақыт бөліп, Сырнай мекеніне табан тірер болсаңыз, оны өзіңіз де сезесіз. Ал алыстан көзге шалынған тау, ол Домбыра дейтін тау. Расымен де ерелең жолмен Домбыра тауға жақындай келсең, айтысып тартысып болған жігіттің домбырасын қоя салғандай көрініске ие болған таулы мекен. Қыз бен жігіттің айтысы ақыры соңы қызды жеңе алмаған жігіт ағасы домбырасын тау беткейіне қалдырып, түнгі ақсүйекті ойнап кетті мекен деп те қаласың. Тауды көріп тамсана қарап тұрып, я, қазақ ата маңызға бергісіз тауларды дәріптей кеткені бізді де қуантады. Есігіңнің алдында биік дөң болса, ертеулі тұрған атпен тең, қария болса жазылған атпен тең деген тәмсіл осындайда айтылса керекті. Міне, бұл Ащысай ауылының бір күнгі тыныс тіршілігі мен табиғаты. Ауыл қазақтың қаймағы бұзылмаған киелі мекендерінің бірі емес пе? Оның үстіне жоғарыдағы көрсетілген ғажайыптар бұл тек бер жағы. Ал нағыз ғажайыптың куәсі болу үшін сіз де Ащысай жеріне келіп, көзбен көріп, ауасын жұтып сезуіңіз тиіс.
халқының еңбекқорлығын, табиғаты таза аймақтың кешегі күні мен бүгінгісін таныстыруды мақсат еткен едік. Қазыналы қартты іздесең де, ата-бабаның салтын іздесең де, ауыл таптырмас орын. Ендеше, Кентау қаласының жанында, Қаратаудың жүрегінде орналасқан осы бір керемет Ащысайдай ауылды көруге баршаңызды шақырамыз. Ауыл бірлік берекеміз. Берекеміз бен берекеміз таусылмасын. Сен ауылдан кетсең де, ауыл сенен кетпесі анық.